Бұндай видео жасау үшін CapCut приложениесіне кіреміз да бөлмені түсіріп аламыз. Осылай шағын қылып түсіріп болғаннан кейін екінші видео түсіреміз. Қараңыздар, бос помещение. Екінші видеода өздеріңізге қалағанша түсіріп аласыздар. Яғни мен осылай қарап тұрмын. Сурет сияқты қарап тұрасыздар да, және де қозғалып кетесіздер. Міне басында осындай бір бейне болу қажет, содан кейін қозғаласыздар. Қараңыздар, біріншісі просто помещение, екінші видео қарап тұрған видеоларыңыз. Осы екі видеоны жүктеп алыңыздар CapCut приложениесіне. Одан кейін мына бас жағын кішкентай выразить етіп аласыздар, разделить етіп. Сол жерді зависание дегенді басасыздар. Зависание басылған кезде жаңағы видеоңыздың басы сіздерде сурет сияқты тұрып қалады. Қараңыздар, қозғалмастай сурет сияқты тұрып қалады. Бірінші бос помещение, екіншісі зависание. Басындағысын удалить тастаймыз. Міне зависание болып тұр. Зависанияны біздер скриндап аламыз. Скриндап алып болғаннан кейін CapCut приложениесінен шығып, PicsCart приложениесіне кіреміз. Фонсыз таңдаймыз. Цвет фонов деп тұрған жерде таңдап аласыздар. Рекламаны алып тастаймыз, сократив. Стикеріні басамыз, және де поиск деген шығады. Ол жерге рука карандаш деп жазамыз. Осындай қолмен карандаштың бейнесі болады. Өздеріңізге керек карандашты қолды таңдап алыңыздар. Міне мен осыны таңдадым, және де жоғарғысын басып сақтап алдым. Менің галереямда сақталып қалды. PicsCart бағдарламасынан шықпаймыз. Тағы да цвет фонов, реклама алып тастаймыз да. Біздің соңғы түсірген фотомыз естеріңізде ма, скриндеп алдыңыз, иә? Соны осында загружать етеміз. Қараңыздар. Міне загружать еттік. Енді вырез жасаймыз. Вырездан бұрын инструментке кіріп, скриндағанның артық жерлерін алып тастауларыңызға болады. Енді вырез дегенді таңдаймыз. Вырезда человек дегенді таңдаймыз. Выбор человек. Сол кезде сіздердің бейнелеріңіз осылай қиылып қалады. Жоғарыдағы батырманы басып, сақтап аламыз. Қараңыздар, сіздің бейнеңіздің бір өзі ғана сақталып қалады дәл осылай. Енді бұған арт жасау үшін эффектіге кіріп, неше түрлі арттарды таңдауымызға болады. Мысалға арт. Менің бірінші видеомда, мысалға, осындай түсті қылып таңдадым, ал екінші видеомда блур қылып таңдағым келді. Яғни магия, поп арт, неше түрлісі бар. Соның ішінде кез келген бір өздеріңізге ұнағанын таңдап алыңыздар. Қандай бейнеден сіздер видео шығарғыларыңыз келеді, соны таңдап аламыз, және де төбесіндегі сохранить дегенді басып аламыз. Қайтадан CapCut приложениесіне кіреміз. CapCut приложениесіне кіріп болғаннан кейін, мына бейне жоқ ешқандай комнатаның үстіне астына өзіміздің бейнемізді алып келіп саламыз. Қараңыздар. Және де оның астына біз мына бірінші стикерді жүктеп алған болатынбыз. Сол стикерді келіп саламыз. Қараңыздар, біріншісі бос комната, екіншісі адам тұр, үшіншісі просто карандаш. Енді қараңыздар, мына жердегі бейнем келесі бөлмедегі бейнеме сәйкес келу үшін ас жағын чуть-чуть ұзартып аламыз. Қараңыздар, ұзартқаннан кейін мына жердегі бейнем үлкендеу, ар жағындағы кішкентайлау. Соны дұрыстап келтіріп аламыз. Дұрыстап қойғаннан кейін барып, астындағы суретті жылжытамыз, орнына әкеліп қоямыз. Енді осы жерден бастап мұқият қараңыздар. Ромбикпен жұмыс жасайтын боламыз. Осы уақытқа дейін ромбикпен жұмыс жасадық. Мына төбесіне ручкамен қолды қойғаннан кейін бірінші ромбикті басамыз. Жылжытқан кезде тағы ромбикті басамыз. Көрдіңіздер ма? Плюс ромбигіміз минусқа кете береді. Сөйтіп қолымыз жылжыған сайын ромбикті басып отырамыз. Ең астына дейін осылай жылжытып алып келеміз. Біздің бірінші ромбигіміз дайын. Қараңыздар. Енді келесі біздің действиямыз маскаға кіреміз, разделитті таңдаймыз. Қараңыздар. Дәл осылай жабық күйінде ең жоғарысына апарып қоямыз. Жаңағы ромбикпен дәл осылай жұмыс жасайтын боламыз. Ең үстіне апарамыз да ең бірінші ромбик плюсигімізді басамыз. Басылды. Енді келесі действиямыз видеоны жылжытамыз. Сол кезде қолымыз жылжиды. Жаңағы маскаға қайтадан кіреміз. Бұл жерде бір ерекшелік, маскаға қайта кіріп отырамыз. Разделитті асты қарай түсіреміз. Түсіріп болғаннан кейін тағы бір ромбик басамыз. Келесі қолымыз тағы да жылжыды. Қайтадан маскаға кіреміз. Жылжып болғаннан кейін қайтадан маскаға кіреміз да разделитке барамыз. Және де жаңағы разделитімізді асты қарай тағы да түсіреміз. Бір өшіріп жатқан бейнедей жасаймыз. Келесі тағы да ручкамен қолды түсіреміз. Және де маскаға кіреміз да
біздің разделить деген функцияны қайтадан жерге қарай түсіреміз. Қараңыздар. Қайтадан плюс ромбик басамыз. Осылай дәл соңына дейін маскаға кіріп, қайтадан разделитті басып, қайтадан маскаға кіріп, ромбик плюсик басып, дәл осылай жасай береміз ең соңына дейін. Ең бастысы, сіздің қолдарыңыз жылжыған уақытта маскада разделитте түсу қажет, соны ұмытпаңыздар. Міне соңына дейін жасадық. Енді видеомызды толықтай қарап шығайық. Видеоны қарап шыққаннан кейін, жаңағы жасаған элементтердің барлығын қайталап отырмас үшін үстін копировать етемізді. Мына жаққа вставить етеміз. Копировать деген басылған кезде автоматически вставить етіледі. Көрдіңіздер ма? Жаңағыны қайта жасай бермес үшін біз просто копировать еттік. Дәл осылай сақтап аламыз. Және де CapCut приложениесіне қайтадан кіреміз де жаңағы видеоны загружать етеміз. Енді манағы копировать еткенге дейінгі жасаған анимациямызды бірінші разделить етіп аламыз. Одан кейін екіншісін разделить етіп аламыз. Қараңыздар, екіншіден бізде разделить. Мына соңғы разделить еткенімізді обратно перемотканы басамыз. Сол кезде кейін қарай жүреді. Көрдіңіздер ма? Кейін қарай жүрді. Дәл осылай басынан бастап қарап шығайық. Бейнеміз шықты, бұлдырды алып тастадым. Көрдіңіздер ма? Мына жерде керек емес артық жерлерін қысқартып, қиып тастауымызға болады. Бұлай видеомыз дайын. Кез келген арт арқылы жасауға болады, бұлдыр қылуға болады, неше түрлісін жасауға болады, бірақ өте ұзақ жұмыс. Қайта жасау арқылы қолдарыңыз үйренеді. Осылай қысқартып дұрыстап аламыз. Видеомыз дайын. Сіздерге сәттілік.